Al bunu. Selam dostlar. Araga üzülüş salıp, qaytadan vlog bastap, vlog түсіріп жатырмын. Шашымды жинап, белмен ретке келтіру керек. Мінекей осында бардық. Балалар жинау керек. Мына жерде менде доллар гүлі бар тұғын. Через неден алғам, Пиндодадан. Келген кезде күшті еді. Өзім су құймай, топырақтар ауыстырмай, міне қарасаңыздар. Мына жерде женское счастье. Бұл да тоже өлейін деп тұр. Не істейтінімді қазір ютубтан біраз видеолар қарап ретке келтіруім керек. Мына жерде де тоже доллар гүлі. Мына жапырақтары өте сарғайып тұр. Не істесем болатынын кеңес беріп кетсеңіздер. Өзім әдейі өлтіріп алдым. Уақыт болмай гүлге қарауға. Так, мына жерде. Ал мына менде туған күніме келген гүл. Өткен аптада болды. 18-не мамардың сол кезде әпшемнен алған гүл еді. Өте әдемі гүл тұғын. Бұл да енді бір апта тұрды, солып жатыр. Астына су құйғам, шелекпен, үлкен шелекпен, менде ваза жоқ. Сондықтан су гүлде өреңдеп тұр. Мына жерде тоже бардак. Мынау мен айнамды шаң сүрту керек. Қарап отырыңыздар, қазір таймлапспен барлығын бірге тез жинап тастаймыз. Қазір мына гүлді қабығынан ашимыз. Сыртында қабығын алып тастаймыз да, әдемі қылып банкаға салып қоямыз. Қазір көріп отырыңыздар. Бұл гүлмен соңғы рет видеомды салайын. Осымен бұл гүлінде уақыты келіп қалған сияқты. Сондай әдемі гүлдер тастауға қимай тұрмын. Немесе сақтап қоятын шығармын. Жылына бір рет қана гүл аламыз. Үйге барып келгенше бұл гүлдер қараусыз қалып, солып қалыпты. Так, енді ашылып, асын түріп тастамайдым. Біз 18-ні туған күнім болды деп айттым ғой. Сол кезде екінші әпкем мамама, өзіме, маған және үлкен әпкемнің туған күні 20-сына болды. Менің туған күнім 2 күннен кейін еді. Сол барлығымыз отырған кезде осындай әдемі букеттерді курьермен жіберіпті. Өзі Астанада, алыста болса да жақындарымыз қуантайық деп. Негізі біз келіскен бойынша тек маманы кафеге шақырып, өзіміз сол жерде атып өтеміз. И мамаға ғана гүл береміз деп ойлағанды. Әпкем екеуміз. Кейін әпкем мен гүл аламын деген кезде алмай қой, өзім заказ беріп қойдым, курьер алып барады деген. Кейін курьер келді. Қарасақ 3 гүл алып кетті да. Мен ойладым, 14 столик қайда деп. Мен шықтым. Шығып қарасам 14 столикқа дейді. Сөйтіп мен айттым. Кішкене жерім. Бізге бірақ гүл еді ғой деп сөйтсем 3 гүл беріп отыр да. Мен ойладым, бірінші гүлді алдым. Мына да сізге деп. Оны алсам, қасында бір әйел кісі тұр. Мына да сізге деп. Бұған гүлдеріміз құтты болсын дейді. Кетіп қалып, кейін әпкем звондап жатыр ғой. Менің қолдарым-ай дейді. Барлықтарыңа мен атынан деді. Барлығы қуанып қалды енді. Түспек гүлді. Сондай керемет күн болған. Білмеймін, сол күні көңіл күйім болмай
негізі влог түсірем ба деп ойлағам сол күні. Күшті настроение бұл. Білмеймін, әйтеуір белгілі бір себептер ма, белгісіз себептер ма, әйтеуір влог түсірілмей қалды. Сөйтіп осы күнге бұйырыпты осы влог түсіру. Осындай әдемі бекеттерімізді үйге алып қайтып, ертесіне мен үйіме кетіп қалдым, 4 күнмен демалуға. Бұл күндер сол қараусыз қалған. Келсем так, жылдамдап жүрейік. Сыртындағы қабығын қаптамасына алып тастадым. Тастауға қимай осылай қойып қойдым. Гүлдің сырттары түсіп қапты, но сонда да әдемі вид. Иісінің өзі бөлмені алып тұр. Түрі онша емес болса да, мына уже жапырақтары қурап, солып жатыр. Сонда да қимай алып қалдым. Жаңбырдан кейін біз бүгін далаға шықтық. Балаларды алдық. Кіші ұлымды атасы алып қалды. Бізде жаңбырдан кейін осындай күшті орай болып тұр. Біраз жүріп қайтамыз. Біз кеше күн жылып, күн ысып кеткен. Сөйтіп тапчанды құрып қойғанбыз. Ағаштарын қойып, киіздерді қойып, әдемілеп қойып қойған едік, бірақ түнде жаңбыр жауып қайтадан жинап тастапты. Енді жаңбыр басылса, енді ертең тағы жаңбыр деп тұр. Сол басылса, қайтадан тапчанды құрып, сонда отырамыз. Қызды шаршатып ұйықтату керек. Бұл қыз да оңайлықпен шаршай қоймайды. Жаңа ғана жаңбыр қатты жауған сияқты еді. Қазір күшті болып тұр ауа райы, қатты салқын да емес, ыстық та емес. Осындай бізде көшеміз бір тупикте орналасқан, пусто. Ешкімді әйтеуір бірдеңе заказ берсең, тауып келе алмайды. Сол жағы қиын. Көшемізде еще асфальт та жоқ. Сондай. Коляскамен шықсақ, коляскамыз құртылады. Сондықтан жаяу шықтық. Білмеймін, қазір қызымның қайда барады. Сол жаққа қарай жүрейін деп тұрмын. Солай. Мен влогыма қолдап білдіріп отырыңыздар, достар. Лайк басып, комментарий бөліміне өздерінің тілектеріңізді жазсаңыздар, мен қатты қуанып қаламын. Және де ең басты айта кетерлік ол подписка жасауды ұмытпаңыздар. Мен үшін үлкен мотивация ол. Алда қызықты видеолар түсіріп тұрамын. Кеттік бұш. Жатын. Так, біз қайтадан жұмыртқа көруге келе жатырмыз. Так. Жұмыртқалар бар ма екен? Бісміллә. Жоқ. О, 5 жұмыртқа бар екен. Бүгінгі 5 жұмыртқа алдық. Қазір бір-екі жерді көреміз. Сонымен жұмыртқаларымыз бүгінге осы. Достар, осымен біздің бүгінгі влогымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Және де ең басты айта кетерлік жағдай, достар, менің каналыма жазылып, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.